Сәлем достар, видео басталмас алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Жер жүзінде әдемі, табиғатымен тамсандыратын жерлер өте көп. Ал жердің кейбір жерлерінде өте қауіпті жерлер де кездеседі. Ол жерлер адам өмірі мен денсаулығына өте зиян болуы мүмкін. Таңданбаңыз, ондай жерлерде жасайтын адамдар да кездеседі. Осы видеода жердегі ең қауіпті мекендерді айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өте қызық болады. Сіздермен бірге Смарт Қазақ арнасы. Чиндариум өзені Индонезияның ішімен өтетін осы бір өзен, әлемдегі ең лас өзендердің қатарына кіреді. Бұл өзен адам баласы мен жабайы табиғатқа да өте зиян тигізуі мүмкін. Дегенмен, осы бір өзенді қажеттілігіне жарататын адамдар да бар. Бұл өзенге жыл сайын қанша миллион ақша бөлінсе де ешқашан тазармайды. Өйткені жыл сайын қоқыстың төгілуі 2-3 есеге көбейген. Соның арқасында бұл өзенде ешқандай балықтар жасамайды. Есесіне балықтардың орындарын зиянды бактериялар егелеп алған. Бұл өзенге адамдар жуынады, киімдерін жуады. Кейбір адамдар осы суды тұтынады. Әрине, ішер алдын қайнатып алады, бірақ бұл қайнатылған су бактериялары өлуі мүмкін, бірақ бойындағы ауыр металдар бәрібір қалып кетеді. Жердегі ең суық жер. Бұл жер Якутияның солтүстік аймағында орналасқан. Уньякон деп аталатын осы бір ауылда 500-ге жуық адам тұрады. Дәл осы бір жерде нағыз қыз қаһарын шашып тұрады. Бұл жерде 2014 жылы -60 градусты көрсеткен болатын. Ал енді осы бір -60 градуста әжетханаға шығып көріңіз. Бірақ жергілікті тұрғындар қатыгез қысқа қарамастан осы бір жерде өмір сүріп келеді. Егер киімдерді жуып далаға ілсеңіз, киімдер соншалықты қатты болғандықтан оларды сындыруға да болады. Осы бір қатыгез қысты көру үшін алыс мекендерден туристер де келіп жатады. Торнадолар алқабы. Егер сіз торнадоға өміріңізде бір рет жолықсаңыз, немесе видеороликтерде көрген болсаңыз, оларға жолығу өте қауіпті екенін түсінген болар едіңіз. Жолдарында кез келген затты ұшырып алып кететін бұл торнадоларға жолықпауларыңызды сұраймыз. Өйткені бұл торнадолар соншалықты күшті болғаны, бірнеше тонна шығатын машиналарды емін-еркін көтеріп алып кетіп жатады. Бұл торнадолар жердің көп жерлерінде кездеседі. Австралияда, Азияда және Еуропа елдерінде де кездесіп тұрады. Дегенмен, ең көп кездесетін жер бұл Америка Құрама Штаттары. Бір ғана Калифорния штатында 2010 жылы 240 адам өлімі кездесті. Ал осы бір торнадолар қалай пайда болатынын білесіздер ме? Солтүстіктен келетін қатты суық жел және Мексикадан келетін өте ыстық ауа райы қосылу барысында өте қатты жел тұрып, соның арқасында торнадоға айналады. Осы бір торнадолардан сақтану үшін Америка Құрама Штаттарында жедел әрекет жүйесі қолданылады. Цинагум осы бір жанартау Синатра аралдарының оңтүстік жағалауларында орналасқан. Осы бір жанартау теңіз алқабынан 2460 метр биіктікте орналасқан жанартаулардың бірі болып есептеледі. 100 жыл ұйқыда жатқан жанартау 2011 жылдың 12 сәуір күні оянды және адамдарды әуреге сала бастады. Жанартау аптасына 2 немесе 3 рет атылған кездерде байқалды. Жанда тұратын тұрғындарды эвакуацияланды. Ол адамдар жанартау алдағы 100 уақытта атылуын болмайды деп есептеген еді. Жергілікті тұрғындарды осы бір жерден көшіргенімен жыл сайын өлім саны да артып келеді. Жылына 12-15 адамға дейін өлім саны кездеседі.
Видео ұнаған болса лайктарыңызды басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.